Мен сіздерге бүгін бай қуатты болудың құпиясын айтамын. Аффирмация айту арқылы баюыңызға көмектесемін. Табысты және мол өмірге арналған жаңа бағдарламамен бөлісемін. Сіздің санадан тыс санаңыз бұл құнарлы топырақ. Бұл оған кез келген тұқымды қабылдайды. Ойлар, сезімдер және сіз айтқан немесе естіген сөздер бұл дәндер. Ойлар материалдық болып танылады. Оларда нағыз күш-қуат бар. Өмірде не бар? Өзіңді тартып алудың көмегін көрсетемін. Егер сіз бір нәрсені өзгерткіңіз келсе, оған өз ойыңызды реттеңіз. Сіз күн ішінде көбірек ойлайтын нәрсеге айналасыз. Ал аффирмация бұл сіздің санадан тыс санаңызға әсер етуді өте күшті және мүмкіндік ең оңай жолы. Осы аффирмацияны бірнеше рет қайталау біркелкі емес құрылымдарды белсендіреді және сіздің подсознанияңызды сәттілікке бағдарламайды. Бұл формулалар сіздің подсознанияңызға еніп, сіздің бір бөлігіңізге айналуы үшін оларды бір ай бойы күніне бірнеше рет тыңдау керек. Сіз бұл аффирмацияларды кез келген уақытта және кез келген жерде тыңдай аласыз. Сіз тыңдап отырған нәрсе сіздің өміріңізге болды деп елестетіп көріңізші. Сіз қазірдің өзінде өз шындығыңызда өмір сүріп жатырсыз. Өз ойыңызды қабылдауға қойыңыз. Енді мен мәңгілік гүлдену, мен молшылық, мені қалай толтыратынын сезінемін. Дәл қазір мен тағдырымды жақсы жаққа өзгертіп жатырмын. Мен ақша ағынына ашықпын және материалдық байлықты оңай тартамын. Мен табысты адаммын. Мен табысты адаммын. Молшылық менің шынайы жолым. Сол арқылы мен өмір бойы жүремін. Мен табысты адаммын. Ақшаны құрметтеймін. Сондықтан менің өміріме ақша оңай кіреді. Менің жұмсаған ақшам басқа адамдарға көмектеседі және маған еселенген сомада оралады. Өйткені ақша маған әлемге жақсылық жасауға көмектеседі. Ал ақшаның болғаны жақсы. Мен күнде ақша шақырамын. Алла тағалаға мыңда бір шүкір. Менде барлық жақсылықтар үшін. Өмірімнің әр сәтінде бақыт. Мен бақытты, дені сау және бай адаммын. Мен тұрған жерде сәттілік, менің жетістігім ортама жақсы әсер етеді. Өйткені ақша дүниеде жақсылық жасауға мүмкіндік береді. Мен бақытты және бай адаммын. Мен бақытты жұлдыздың астында дүниеге келдім. Мен бақытты адаммын.